алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі саатқа бойле мәлімат. Қырым акиметі кефеде чөплік жештірған техникаве контейнерлеріні сатын алуына жүмхури бюджеттен 40 миллион рублей айрajaq. Бұқта чықыш Туплашов кеті шатында жүмхурет елбашчысы Сергей Аксенов хабаратты. Муниципаль акиметке ошернын эпосы соқақларыны ве қасабыларыны чөпліктен темізлемеге авали етті. Мудет 2019 сенесінің бірінші кварталыдыр. Шымды кефе акиметі 20-ден зияде чөплік темізлев техника нұсқасыны қолана бөле, ләкин бұл машиналарының алы ярамайдар. Контейнерлер веуларының мейданчықлары етішмей, бұл шелерінің эпосы яқын вақыта сатын алынajaq. Азбар қызметшілерінің сайысы да арттырылajaq, шымдыки 40 адам еріне 88 кіші чалышajaq. Туплашовда регионның дегер меселелері де музакере етілді. Қырым елбашчысының фікіріне көре, бұл проблемалар аз дегіл ве чезілмей. Егер мемурлар вазиетні доғыртмасалар, шер мемуриятның теркібі бұттунге денішедек. Я просто хочу понять, вы хотите как Симферополь закончить или нет? Я мнение хочу понять. Мы можем это быстро закончить, сделать как в Симферополе, 100% перезагрузку. Обратной связи нет в Феодосии. Шердегі меселелерінің себеплеріні кефе мемуриятның елбашчысы Сергей Фомичин атмаға тырышты, ама оның сөзлеріні Сергей Аксенов болды. Оның илян еткеніне көре, егер сеслендірілген меселелер яны елға жетчезілмесе, о кенеде шақсен шерге кележек. Қазаты бейетті виажилеті бей ярдым көстерген Қырым Жұмхри мерkezінің мудирі Сергей Останкин іштен бошатылды. Бұл ақтақырымның елбашчысы Сергей Аксенов хабаратты. Милоғанына көре, бұл қарар мерkezінің семересіз ішілі бағлы коллектив тап кечкен сене мудирны іштен бошатмаға талап еткен ады. Қатырлатамыз, Сергей Останкин бұл мерkezінің мудирі оларақ 2016 сенесінден берлі чалышайды. Бұндан евел о Крым медстрах Сигурта Тыбейшік шіркетінің ижра мудирі вазифесіні едайетеді. Туневан геже Қарасу базар районында бір ев янда. Туташов электрик кергінлігі бірден денішкені нетижесінде өзберді. Евде эслі башлы умыр ақадашлар болына әділер. Янгын бұттун мүлкіні йоқ әтті. Султанеси Такаева қазанын тәфсілетларыны тариф етежек. О қадар шилер бар еді, епсі янды, мебелер, все. Зухра Хакимова кечкен геджені көз ешларынен хатырлай. Саба саат дорты о шамата ешітіп уянды. Баштан яғмур ве бурчақ яғады белледі. Амасон бұрнына түтін қоқысы келді. Турбақайым пердені аштым. Қапыны пердені открывай, дым идет. Не знаю откуда, что началось. Я говорю, Ахаимға турқтали, говорю, уйымыз яна. Он побежал, бір пижамада, бір майкада, хотел вот тушить что-то. Евнің сайыбы ось мескенінің бір қысымыны құртармаға тырышты. Атешні сөндірмеге істеді. Ама бетіні арқасыны ве аяқларыны яқты. Шымды хастаханеде ята. Зухра Хакимова есе пенжереден секіріп тұшты. Бұндан сон о оғлыны ве келініні ярдымға чағырды. Құртарыжылар тек едінші кере телефон еткенден сон жива берділер. Олар яңғын еріне етіп келгенде енді мескен ев толусынен яна еді. Бұтын мүлк янды. Весиқалар, пара, техника бір шей қалмады. Пытаюсь, сейчас бегаю, жду заключения от МЧС, пожарников, потом собираемся документы какие-то восстановить на дом. И как-нибудь, если помощь будет, будем восстанавливать дом, чтобы хотя бы 2 комнаты, чтобы можно было жить. Ғұрбетліктен қайтқан сон чоқ балалы Хакимовлар қорантасы бұ әвні құрдылар ве кереклі кібі донаттылар. Амма атеш бір шайны қалдырмады. Яқшыды яңғын вақтында әвде балалар ве торунлар йоқ еді. 4 баладан чекішіп, балалар речкадан су ташып, фундамент заливали. Чекішіп, чалышып, бұтын шын потихоньку ала. Вот до сих пор 30 жыл яшайық. 30 жылдан бері стройка. Дешетлі фаджа ақта хабердар олғанларынен волонтерлар зарар көргенлерге ярдым көстермек үшін етіп келділер. Оз невбетінде Қарасу базар районының имамы еркезіні первасыз қалмайып ярдым қолыны ұзатмаға чағырды. Қолымыздан келген жематқа бір мұражат етмегешті, бір жематын чағырмаға мұнда. Енді имам болған сон әбет жематын огунде турасын, эвелде турасын, он үшін әбет чағырғанда көпшілікмен егер кесе, бұл біздің диніміз қардашымызға қысқа бір вақытта ярдым бір yapmaға мүмкін болыр.
Хакимовларның буюк корантасы бір гежеде евсіз барқсыз қалды. Шымды 6 адам суық 2 одалы язлық евчікте сығыналар. Оларға лақайт олмаған инсанлардың ярдымы керек. Ярдым көстермек үшін реквизитлеріні сіз ось экранларыңызда көресіңіз. Султанес Такаева, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Крымэнерго мутихасыслары бүгін сабава бұзылуы нәтижесінде қылған электрик тіремелерінің ғайрыдан тіклев ішлеріні екінледілер. Бұл ақта Русэнергетика назирлігі вазиет аналитик меркезінің марузасында сөз юрсетілі. Бұл ішнен 149 бригада ұғырашты, қатырлатамыз декабрь 11-12 кечергеджесі күчлі ел қарве тайғалақ нәтижесінде Қырымның бірқач бойы крайнларында көтлевей қазалар юз берді. Ярамай ава елеге яқын электрик хатларыны еқті. Қырымда су фиятлары қыс мен артачақ. Бұақта Қырым Жұмхуреті мескен коммуналь хожалық назирінің вазифелеріні вақытын жайда еткен Энвер Аблаев хабаратты. Қырым сәкелері бұна насыл бақалар ендіден суын суға кім артқач пара төлейчек. Ве бүгінгі күнге суының ресурслары етерлемі еуқмы. Бұл солерге мұхберлеріміз жевап қыдырдылар. Ибадлаевлар хорантасында 6 инсан яшай сувнен бағлы проблемлер ичбір вақыт олмайды. Айле азалары реабилитация етілген гражданлар үшін имтиязлы тарифыны қолланалар. Ай олар ярым фиат төлейлер, ама бұна бақмадан сувны мұхайтлықнен масраф етейлер. Воды достаточно хватает. Біз чоқ сув ишлетмейміз, ама кереклі керексіз ақызып отырмаймыз. Сувның бір тамчысы біліп тұтамыз. Язда умумен 15-20 куб сув кете. Бостан сачмаймыз. Тереклеріміз, чечеклеріміз бар. Олар әлбет сувсыз осмейлер. Қышта есе 8-10 куб бізге ете. Январь айындан башлап акимиет сувға дифференцион тариф керсете. Бұ не демек? Водокрыма мойсесінің хадемлері анлатқанына көре фиатлар артачақ. Ама әркес үшін дегіл. Сувны ихтисаслы етіп қоланғанлар үшін фиат атты эксележек. Бір айда қолланыжы 3 кубометр қадар сувны масраф етсе, 28 рубле төлейжек. Учтен 5 кеже кубны ешлетселер үшін де эски фиат қалажақ. 5 кубтан зейде сув масраф еткен сакинлері сезе деже пара төлемеге мечбур олажақлар. Для 85%. Біз талил етіп чықтық. 85% истисалжы үшін сув темен етілуі қызметі ұжызлайжақ. Более дефицион тариф көрсетілуі ресурсларыны ихтисат етмек үшін доғыртылған. Мескен коммуналь хожалық назирының вазифесіні вақытынша әда еткен Энвер Аблаев қайдаткеніне көре фиятлар артылуы эссасин тежари истисалжыларға, мусафирханелер сайыплеріне ве мескеннің кераға бергенлерге тесір етежек. Мы провели четкий анализ. Мы сегодня понимаем, что порядка 60% населения как раз-таки в том диапазоне, который применяется понижающий тариф 0,8. То есть фактически люди сегодня выиграют от применения дифференциации тарифов и будут платить меньше. А те люди, которые потребляют свыше 5 кубов, это порядка 16% населения республики. То есть мы их как раз-таки будем стимулировать таким не очень жестким методом к возможности экономии водных ресурсов. Фиат көтірілуі мечбүри чаредір. Қырым сув анбарларында сув етірлі олса біле, бұ чаре ярым адада сәкенлеріне ресурсны рациональ құлынмаға имкан бережек. Қырым Жұмхуретіміздің сәкенлеріне ратызламаға себеп yok. Бүгінгі күнге әм ярымада реберлігі үшін, әмде бізім мөйсеслеріміз реберлері үшін бірінші ерлерде турған суаллерінден бірі. Бізім әбінежелерімізді стабил шекілінде сувнен темин әтмектар. Акимиет сув әркесге еттер деп ұшандыра. Бізім телевизион тақымымыз бұл мәліматны түшкермеге қарар алды. Шайыр сув анбарларында сув керчектен де етірлі. Енді бір қач күнден берлі пайтақымызда яғмырлар яға. Демек, Ахмеджетнің сув анбары да тола. София Шукурова, Севиля Меметова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Жанкой районында екі айле ламинат қыздыру теменаты қаплама плиткасы ве башқа құручылық мальземелеріні сатын ала біледжеклер. Уркуметовлар ве мамутовларының айлелері евлеріні құрып бітірмек үшін мадей ярдым алдылар. Мерақлы венгіл олмаған вақалар ве келеджеке планлар. Ақта мұхберіміз София Шукурова тариф ете. Бұл күшік одада біз яшарық. Мен и 4 тәне балам. Кіріңіз. Жанкой району Тарханлар койнун сакины Дилавер Уркуметов өзінің буюк айлесінен яшаған одасыны көстере. О ана бабасынен берабер 1992 сенесі ватанға қайтты. Бұл вақытлар ақында халқымыз үшін ең қиын заман еді деп айта. Тегілдік, бабама ев құрдық, бабамлар епсін ұзында отырдық. Сон евлендім, кәдімдер евленді. Менде тайфа балабан, межі бұрылдым, менде ев құрмай аштед.
2000 жылда баштадым эф курмай, işte dağın kurarım. Abla временка yaptım, временка oturup эф kurarıq. Бу эвны делевераға тап 2000 сенесі құрып башлаған еді. О вақыт эркек яқшы қазына еді. Ама қазаланған сон сақат олды вешімді чалышып боламай. Айлыны бақмаға ве айны заманда эв құрмаға. Бір нефаға еттішмей, құружылық ішлеріні екінлемеге девлет ярдым етті. Айрылған пара құружылық мальземелерінің эсас қысымыны сатын алмаға етежек. 209 bin verdi. Goskомнадз. Gipsokартон alacak. Bu kapılar hangisi var, hangisi yok. Kapılar alınacak işte. Pola gidecek. Bir parça para pola gidecek. Laminat, плитка işte. Что ли? Отопление yapmaya gerek. Ben pensioner adam, bu kadar akçı сразу verseler, конечно, kovanlarım. Енді келечек ел девамында Уркуметовлар айлесі яны евге көшмеге ниет етелер. Мында 2 ода, салон ве ашхане олacak. Бу ise çok балалы Мамутовлар айлесі. Оларның мескені 20 ел әвелсі құрылып башланған еді. Amma bu yük беля bütün planlarını sınıp taşladı. Aile başı vefat etti. Kadın bir özü 3 balаны өстірді. Олар bütün ömrünü küçük yazlı hepçikte geçirmege mecbur oldular. Yakında kuruculuk yanıdan başlandı. Endi bu yügen oğlanlar öz güçlerinin divarlarını kötürdüler ve damını kapattılar. Başka işlerge ailenin maileyesi yetişmey. Memuriyetke müracaat etken son Devlet Milletleri Komiteti olarga 310 bin ruble ayırdı. Sağ olsun Yakup dinledi, yardım etti. Mına ev korunup dura, iş pek çok. Yetkeni kadar yapacakmız. Verildi bir parça akçı. Endi kısmet etse işte mına pencerelerini koyarıq, kapılarını koyarıq, pollarını yaparıq. Kısmet etse ana balalarda evlenip kalır bek. Bu sene Cankoy rayonu boyunca bir kerelik maddi yardım almak için tek 2 aile müracaat etti. Эти семьи у нас, они уже с 90-х годов строятся, никак не могут достроиться. Вот выделили деньги, наконец-то они смогут завершить свое строительство, как бы и обустроить свою жизнь. Yardımına reabiliterlengen halklarının vekilleri alabilirler. Vesikalar milletlerara münasebetler ve medeniyet idarelerinin milletlerara münasebetleri bölüklerinde kabul edildi. Sofiya Shukurova, Ivan Yevdokimov, millet için. Kırım Cumhuriyeti'ni Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistandaki iktisadi neşirlerinin jurnalistleri ziyaret ettiler. Kuruşov Ahmetjit'te iş adamlarının evinde olup geçti. Matbuat turu devamında çetel muhbirlerine Kırım'ın özgün tabiat ve rekreasyon resurslarını, milli ve dünyaca belli medeni ve tarihi mirasını, infrastrukturasını, iktisadi ve investisyon obyektlerini numayiş ettiler. İştirakçiler Cumhuriyetimizin yaşayışındaki içtimai aspektlerinin tanış oldular. Yarımadanın yaşayışı hakkında İngiliz tilinde. Krimski jurnal adlı mecmua İngiliz tilinde basılı başlandı. Rusya Tışkı İşler Nazirliğinin resmi vekili Mariya Zakharovanın briefingi ketişatında mecmuanın maksus çıkışı takdim etildi. Jurnalistler Kırım'daki kütlevi malumat vasıtaları, sanksiyalar ve malumat cenkleri haqta tarif ettiler. Neşirge Kırım Milli Cemiyetlerinin yolbaşçıları yürsetken fikirlerinin büyük bir makale kırdı. Ayrı bölük Rusya'da ilk dep sayılgan Kırım Tatarlarının Millet adlı telekanalına bağışlandı. Mecmuanın 3 sayfasında telekanalının içki tızılışı tasvir etili. Mında her şey neden başlanğanını, şimdi nasıl alda olğanını, general müdirinin ve başka hadimlerinin faaliyeti hakkında malumat tapmağa mümkün. Miss KFU 2018. Kırım Federal Üniversitetinde en dülber student kızını seçtiler. Kızlar tek tışkı güzellikini degildi. Onlar aynı zamanda çeşit istidat seblerdir. Jüri azalarına seçim turları kıyın oldu ama bu vazife becerildi. Tafsilatları ile Vera Blaziz. Дичкова Алена! Кубанч көз яшларыны сақламаға қиын. Алена Дичкова Miss KFU 2018 унванını қазанды. Яғни университетінің ең дүлбер қызы oldu. Меня переполняет радость, потому что все хотели, я хотела очень сильно победить, и я выиграла. Керчектен де ғалибе қазанмаға еркес істеді. Амма бұл конкурста мағлубиетке оғрағанлар жоқ. 14 дүлбер қыздан ер бірі өз унванына наил oldu. Miss Грация, Miss Великолепие, нежность, артистичность ve дигер унванлар кыбы. Жюри азалары iştirakçilerге 4 этаптан соң қимет кестілер.
Бу этапларда келенлек антерлерінде дефиле, суаллерге жаваплар, истидатлар ярышы, ве юынма киімлерінде чыққыш кыбы басамақлар бар еді. Хата япмаға ақлары жоқ еді. Юзлерінде әрдайым тек тебессюм, юрушлері де моделлерінің кыбы олмалы еді. Әрбір иштиракчиге достлары ве якынлары гүлдестелер ве алғышларнен қол тұттылар. Я болею за Марию Рыбалкину, представитель Института экономики и управления. Мы пришли поддержать ее творческий номер, чтобы она затмила всех. Мы болеем за Лизу, это наша девочка. Мы желаем ей успеха и чтобы она лидировала и всегда была первой. Бу конкурста эн ағыр иш жюри азаларына тушты. Чүнки әрбір қыз дүлбер. Оларның içinden эн дүлберіні сечмек енгіл іш олмады. Тамам шунын үшін бу қысымны өз бойынларына мутехассислар алдылар. Оларның арасында мода дүлберлік саларында экспертлер ве әлбетте кечкен сене Мисс КФУ ярышының ғалиплері ве атты Қырым дүлбері де олдылар. Мы оценим девушку по достоинству, потому как она была подготовлена, по ее широкой улыбке и потому, конечно же, как она будет дефилировать, отвечать на вопросы. Это, безусловно, важно. И как она вообще себя подает на сцене, потому что это оценивается, это видно в первую очередь. Конкурсның дорт басамақындан ен мерақлысы ижади чықышлар олды. Мында бірлері севімлі ерларына ве чет ел ойынларына ижра еттілер. Башқалары есе қалқ ойынлары ярамадамыздың тарихыны ве медениетіні акс еттермеге тырышты. Esma Bekirovanың Joshqun қайтарма ойыны да шеңлік бағышлады. Конкурста Қырым татар қызы бірден 2 унван қазанды. Илхам Перасы ве сейерджілер севгісіні қазанған иштиракчы. Қызымыз озы айтқаны кыбы эм жюри, эм сейерджілер әрбір инжелікке диққат айра. Немаловажно это внешние наши таланты, дефиле, как мы ходим, как мы можем себя преподнести перед зрителем, как мы держимся на сцене. Унванлар, тажлар, дипломлар, бақшышлар, чечек ве алғышлар. Бұлар эпысы келгенлерінің юреклерінде чеші дұйғылар доғырды. Әрбір дүлбер ве яш иштиракчы үшін бұл бұйықтен бұйық тежрибедір. Сабрия Алимова, Энвер Аблазис, Владислав Кравцов, Севилия Аблатипова, Миллет үшін. Текрарланмас сессияплері дүлбер ойынчылар де маневи саналаштырулар. Хайтармадлы Қырым татар ерве ойын ансамблі өз яны программасына тақдим етті. Концерт профсоюзлар мединет еванбе олып кечті. Ерве ойын программасы серджілеріні халқымызның текрарланмас мединетіне далдырды. Бедеребер вокал ижрасына ойын ве алет музыкасына земаневи бақышны да қошты. Әрбір саналаштыру чешіт яшнесілеріні айретте қалдырды. Нас переполняют эмоции, артисты, все артисты сегодня, которые работали на сцене, подарили свою любовь именно нашему зрителю. Шымдылық бұл мәліматларынан эпосы кележе қабірлер программасыны қачырманыз бөзілі олыңыз.